Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонның 9-шы күні. Сіздерге қиын болып жатырған жоқ па? Менімен бірге арықтап жатырсыздар ма? Көптеген қыз-келіншектердің босанғаннан кейінгі проблемасы іші қалып кету. Негізі оған көптеген себеп бар. Тек қана вакуум жаттығу ғана көмектеспейді. Бізге көмектеседі міне осанканың жаттығулары, яғни біз бүкірейіп жүрсек, біздің ішіміз шыға береді екен. Ал егер біз тікке жүретін болсақ, бізде онда іш болмайды екен қыздар. Арықтау марафонның ең маңызды шарттарының бірі күніне 10 000 шақты жинау. 10 000 шақты жинау үшін далада жүрудің қажеті жоқ, үйде бір орнына тұрып жасауға болады. Яғни бір орнында тұрып, кез келген киноңызды, сериалыңызды қойып, соған қарап бір орнында тұрып жаттығу жасауға болады. Және арықтауда қыздар кардио жаттығудан бастаймыз. Кардио жаттығу ретінде зумба билерін қосуға болады. Мен сіздерге зумба биінің сілтемесін қалдырамын. Соған қарап зумба биін күніне бір мезгіл билейміз, кардио жаттығуды қосамыз. Таңғы ас ішер алдында қыздар вакуум жаттығуын жасаймыз. Және тамақтануға 15 минут қалғанда 2 стакан жылы су ішіп аламыз. 15-20 минуттан кейін ғана қыздар таңғы асымызды дайындап жеп алуға болады. Бүгінгі менің таңғы асым салат, қияр мен қызанақтан жасалған салат және сыр, яғни ірімшік, және бір пирожки. Пирожкиді кім жақсы көреді, таңғы асқа жеуге болады. Белок ретінде қыздар менде бүгін творог, яғни ірімшік, және тәтті ретінде қыздар менде құрма, яғни осындай шоколадты құрмаларды мен бір келіма алып қойғанмын. Соларды мен ақырындап жеп жатырмын таңғы асқа, түскі асқа деген сияқты. Бірақ жеміс-жидекті кешке жемейміз. Сағат 3-ке дейін жеуге болады. Оған дейін жесеңіздер, міне сағат 3-тен кейін жеуге болмайды, оған жесеңіздер болады. Творогтың, яғни ірімшіктің дәмді тәтті болғанын қаласаңыздар, қыздар мен сияқты осындай фитпараттың стевия деген түрін алыңыздар. Яғни бұл қант алмастырғыш. Мұндай қант алмастырғыштар кез келген ірі супермаркеттерде сатылады. Егер де ауылды жерде тұратын болсаңыз, жоқ болса, таба алмасаңыз жемеуге болады. Ал егер де бар болып таба алсаңыз, тіпті супермаркеттерге айтып тапсырып берсеңіз, алдыртуға да болады. Ал енді қыздар, сіздер дәл осындай таңғы асқа тояр ма едіңіздер? Бұл таңғы аста май, клетчатка, көмірсу, белок, барлық балансы сақталған. Өзіме қатты ұнады, өте тойымды тамақтардың бірі. Сіздер де дәл осылай тамақтанып көріңіздер. Егер де ұнаса, комментарийге жазып кетіңіздер қыздар. Қыздар, арықтауда барлық өнімді жеуге болады. Мына өнімді жемейсің, ол сені семіртеді деген жоқ. Тіпті нанның өзінде жеуге болады. Бізді негізі семіртеді, ол көптеген көмірсуларды жеу бізге артық салмақты алып келеді. Мысалы, көмірсу ретінде не кіреді? Пирожки кіреді, болмаса сосиска в тесте, болмаса донер деген сияқты өнімдер кіреді. Егер де сіз күнде донер жесеңіз, немесе күнде сосиска в тесте жесеңіз, сізде артық салмақ пайда болады. Сол үшін нормамен барлық тамақты жеу арқылы арықтаймыз. Маған көптеген хаттар келеді, жаттығу жасап арықтауға болады ма деп. Жаттығу жасап арықтауға негізі 20% ғана. Қалған 80% қыздар біздің тамақтануымызға байланысты. Тамақтануды дұрыстамасақ, бізде ешқандай жаттығу қонбайды. Сол үшін тамақтануды дұрыстау қажет. Қыздар, мен түскі уақытта сабақта болғандықтан менде тамақ дайындауға уақыт жоқ. Мен тамақты бір күн алдын үйде дайындап қоямын. Кешке мен маш сорпасын дайындадым. Маш сорпасы негізі белокты тағамдарға кіреді, яғни маш белокқа кіреді. Ал енді қараңыздар, менде маштан бөлек ет тағамдары бар, яғни мен етті қостым. Біздің түскі аста міндетті түрде ет болу қажет. Ет болмаса бізде тойымдылық сезімі болмайды. Ет бізге 3-4-5 сағатқа дейін тойымдылықты береді қыздар. Сол үшін рационға етті қосамыз. Және менде тәтті ретінде осындай құрма және салат ретінде қызанақ пен болгар бұрышын қостым. Салат ретінде кез келген салатты пайдалануға болады. Қандай көкөністер бар, міне сол өнімдерден салат дайындап жеуге болады. Өзіңіздің фантазияңызға қарайсыз. Салаттың түрлері өте көп қой. Теплый салат, холодный салат деген түрлері өте көп. Солардың біреуін жасап, түскі асқа, кешкі асқа, таңғы асқа жеуге болады. Ал бізде кешкі асқа маш сорпасы және қызанақ салаты болды. Түскі уақытта байқасаңыздар менде картоп болды, ал кешке ол картоптарды алып тастадым, яғни картопсыз тамақтану қажет. Негізі қыздар, бізде кешкі ас белок және клетчаткадан тұру қажет, яғни белокты 3 мезгіл уақытта жеуіңіз қажет. Белок болмаса, жетіспесе
бізде жаңағыдай бұлшықет массаларымыз әдемі болып көрінбейді, тері салбырау процесі болады. Сол үшін қыздар рационға белокты қосып жейміз. Ал қыздар, сіздерге тапсырма арықтау марафонының ең маңызды шартының бірі күніне 10 000 шақты жинау. Су нормасын ішу, ұйқы режимді реттеу және ас мәзір бойынша тамақтану. Стресс, депрессиядан қыздар аулақ болуымыз қажет. Стресс, депрессия кезінде бізде переедание, яғни артық тамақтану болады. Стресс кезінде жалпы көңіл күйімізді көтеру үшін біз тамақ жеп өзімізді жұбатамыз. Сол үшін стресстен шығудың амалын табу қажет. Ал қыздар, ертеңгі видеода жолыққанша сау болыңыздар.